Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде жаратылыстану сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сенің өмір сүруіңе не қажет? Сабақ бастамас бұрын шаттық шерменен құрамыз. Қуанамын мен де, қуанасың сен де, қуанайық достарым арайлап атқан күнге. Балалар, біздің әрқайсымызға күнделікті өмірде бірдеңелер қажет болады. Оның не екен деп сұрасам, біреуің ақыл дейсіңдер, біреуің білім дейсіңдер, біреуің телефон дейсіңдер. Әркім әртүрлі ой айтады. Осылардың ішінде бізде онсыз өмір сүруге болмайтын қажеттіліктер бар екен. Ол не деп ойлайсыңдар балалар? Мысалға, шөлдедік дейік. Бізге не керек? Шөлді басу үшін бізге су керек. Ал қарнымыз ашса, бізге тамақ керек. Балалар, енді осы су мен тамақтан басқа ең басты тағы бізге де ауа қажет екен. Мысалы, адам сусыз 5 күн өмір сүреді, ал ауасыз бірнеше минут қана өмір сүреді екен. Мысалға, қолдарыңмен ауыздарың мен мұрындарың басып көрсеңдер, бізге не жетпейді? Ауа жетпейді, Бар. Сонымен бірге адамға жарық, жылу керек екен. Сонымен бірге адам тіршілігіне ең қажетті жағдайлар су, тамақ, ауа, жарық, жылу екен. Бұлар бізге жарық пен жылуды не береді? Жарық пен жылуды бізге күн береді. Енді кітапты ашып тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырмада өмір сүруге қажетті және зиянды заттарды ата. Себебін түсіндір дейді. Адам тіршілігіне не қажет? Жануарлар тіршілігіне не қажет? Екеуіне қандай ұқсастық, қандай айырмашылық бар дейді. Мына жерде бізде күннің суреті берілген, бұлт берілген, үй, тағамдар, ойыншық, рогатка, сосын су және шаңғы берілген. Осы жерде қайсысы бізге қажет адамға? Күн бізге жылу мен жарығын береді. Енді жануарлар мен адамның айырмашылығы қандай дейді? Өткенде айттық, жануар мен адамның ең үлкен айырмашылығы ол адамның ойлау қабілеті. Ұқсастығы оларға да ауа керек, су керек, жылу керек. Енді кітаптың екінші бетіндегі екінші тапсырма. Денсаулыққа пайдалы заттардың суреттерін белгіле дейді. Компьютердің қандай пайдасы және қандай зияны бар? Әңгімеле дейді. Мына жерде пайдалы заттарды қыздың суретіне сызық арқылы қосамыз және компьютердің қандай пайдасы бар және қандай зияны бар? Оны әңгімелеп береміз. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.